Erta-ertaga bir suyqimda qiz umr suribdi. Uni qattiq yaxshi ko'rgan ajasi tug'an kunga qizuv ketbek shivapti. Tashlamay kiyganlikdan uni bari qizuv ketbek deb ayta ketdi. Bir kuni anasi qizini balish pishirib Kızım, ne balishgan bir quta mayda ajingni aparib, qanaqdayim bilib qaytchi. Jaraydi anasim, aparib berayim. Anasının sözün iyi gitmedin, kızıl kerpek ajisine attanadı. Ormanın içinden kele жатқан kızın алдынан bir qasqir шыға келеді. Қызыл келпекші, қайда барасың? Мен әжемнің үйіне бара жатырмын. Оған анамның пісірген бәрішін және бір құты май алып келе жатырмын. Әжем қайда тұрады? Әжем бе? Ол орманның ар жағында ауылда тұрады. Бұл кезде жақын маңда отыншылар ағаш кесіп жатқан болатын. Қасқыр сол отыншылардың даусын естіп қызға тиіспейді. Жарайды, мен шынымен барып әженің қалын сұрап қайтайын. Кел екеуміз жаршайық. Әжеге қайсымыз бірінші жетеміз. Сен ана жолмен, ал мен мына жолмен жүрейін. Жол бойы асыспай көл жауып келеді. Қасқыр ту ауға бетіп алады. Мұнысы келіп есікті қағады. Бұл кім? Қасқыр даусын жіңішкертіп. Әже, бұл менбін, қызыл келпекпін. Анаммен жүрген бәлішмен бір құты майда алып келдім. Айналайын қысым. Тұтқаның сандағы сүпті тартсаң, есік өзі асылады. Қасқыр жетті тартып қалады, есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр білген әжейді бас алады да бүтінге жұтып қояды. Сәлден соң есікті қызыл керпек қағады.
kim? Бұл мен қызыл телпекпін. Сізге 5000 бүркіт май алып келдім. Қасқыр даусын өзгерте қойып, жеңіске дауыспен. Тұтқанның жанындағы жіпті тарта ғой қызым, сонда есік ашылады. Әжем деп ойлаған қызыл телпек қасқырдың жанына келіп: Әже, сіздің қолыңыз неге үлкен? Сені қатты құсағыма басылсын қызым. Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен? Сені жақсы естісің қызым. Әже, көзіңіз неге үлкен? Сені жақсы көресің қызым. Әже, тісіңіз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеусің. Осылай қызыл телпекті бас салып жұта салады. Үйдің қасынан бір отыншы өтіп бара жатып, терезесінен қасқырды көреді. Отыншы жыртқышты ұстап алып, қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі аман-есен шыға келеді. Отыншы қасқырдың қарнын қайта тігіп бос қоя береді. Қызыл телпек пен әжесі отыншыға алғыстарын білдіреді.
Sizden beriş mi? Bir kutum mayda alıp geldim. Hanım sen daha sık tutarsan yesi kılıç aslarım. Bu yeniden kazançlı bir sizge resmini tutmaya geldim. Tukkan karşıda ucunda taçan yeşil aşağıda kızım. Seni sınıfların sonraki seni rakı yaşıyorsun kızım. Seni sınıfların sonraki seni katıklarına başlıyorsun kızım. Seni